Эфирде заман декабрінің 15-ші Қырым işğalının 1387-ci күні студияда София Абляева. Саба шерфіңіз хайырлы olsun. Ялтанын Хизбут Тахрир давасының iştirakçilerini Қырымдан Ростов-на-Дону шеріне бүгін авыштырacaklar. Анда оларының іші махкемеде бақылмасы бекленелі. Белі олғаны кыбы, Ялтада тұтылған 6 инсанны Ахмеджеттен Ростовға Краснодардан кечіп алып барacaklar. Кечкен сене февраль 11-де işğalcılar 4 Қырымлыны, яғни Муслим Алиев, Энвер Бекиров, Вадим Сирукви, Эмир Усейн Кукуны яқалады. Апрель 18-де ise Арсен Жипаров, Верифат Алимовден тұтылдылар. Декабрінің башында оларға незарет алтында бұлынмаға мұддетні ярым елға, яғни келечек сене майысына қадар девам еттілер. Бұл 6 инсанны işğalcılar Русияде сақытылген Хизбут Тахрир тешкілетіна алақасы олғанында қабатлай. Украинаның аққорчалайжылары Қырымда Бекирді Герменжеге тибби ярдым бермесі меселесіне халқара севиеде қол тұтмаға чағыралар. Кеченлері işğalcılarının уйдырған пара талап ету фишінің iştirakçısı Бекирді Герменже сезода ярамады. Нәтижеде о реанимацияға оғрады. Бекирді Герменженің бронхиал астма хасталығы ағырлашты. Екемлер оның алыны сон дәрежеде ағыр кыбы көрелер. Украинаның аққорчалайжылары Авропа Бірлешмесі, Америка Бірлешкен Девлетлері ве Канада елбасшыларына Қырымлыға яқын вақытта мұстақыл екемге берілмесіне қол тұтмаға чағыралар. Действия властей, конкретных должностных лиц, в первую очередь судьи, который принимал решение, следователя, который ходатайствовал об аресте и нахождении их в СИЗО, расцениваю как покушение на жизнь людей. Я лично призываю международные правозащитные организации, глав государств и Украины и России отреагировать на данную ситуацию. Павло Грибнің жаза қарарны бүгін Краснодар район махкемесі бақажақ. Махкеме топлашуы кеченлері планларға көре 4 күн евел кешірілежек. Баштан махкеме күні декабрінің 19-ына белгілеген еді. Русия қачырған ве қанунсыз тұтылған Украинаның бабасы Игорь Гриппе-Минки махкеме күніне авыштырылмасы ФСБге айыттыр. Бұл иш четтел дипломатлар махкемеге келіп етіштірілмесінлер деп япылды. 19 яшындаки Павло Гриппны язының сонында Русияның қызметлері бейяс Русияда яқаладылар. Оны Гезли Краснодар СИЗОсына авыштырдылар. Украинаны ФСБ Украиналы ватандашыны ФСБ терроризмде қабатлай Павло Гриппны Сочиде мектеп патлатмаға планлаштырувында шеклейлер. Русия Қырымыны бұйық әрбей базасына чевырып, Украина иле сыңырында ось орду құветлеріні топламаға девам етеп. Бұны Альянс кыбы Йенс Столтенберг иштирагыне Украинаны ата комиссия топлашывында Александр Турчинов білдірді. Украинаның милли тілкесізлік ве мудафа шурасының кәтебі айтқанына көре, шу себептен Украинаның сынырларында жең тілкесізлігі эксілмей. Леталь, яне өлдірілжі селя меселесі есе тезде чезілежегіне Александр Турчинов умет беслей. Вже перезріла необхідність політичного рішення держав Альянсу про зняття штучних обмежень, надання Україні озброєння, у тому числі летального, для оснащення Збройних сил інших структур сектору безпеки і оборони. Авропа шурасы Русияге қаршы санкцияларны да ярым елға девам етмеге қарарға келді. Бөлі қарарына Авропа шурасының векил девлетлерінің ел басшылары қабыл етті. Келечек авта оқуқ жеттен тәздіқланажақтыр. Кремльге қаршы малие, энергетик ве мудафа йөнелішлерінде санкцияларны Авропа шурасы да 2014 сенесі кірсетті. Оларның невбетеке кірсетілмесіні Брюссельде Русия Украинаның территориаль бірдемлігіне қаршы япқан әрекетлеріне жевап кыбы көрелер. Петро Порошенко Facebook сәйфесінде Авропалы ортақларына дестеклері үшін минетдарлық білдірді.
Гідна відповідь Москві за невиконання своїх зобов'язань та чіткий заклик до змін у політиці Кремля. Вдячний канцлеру Меркель та президенту Макрону як партнерам у нормандському форматі, усім нашим друзям в ЄС за рішучу підтримку України та незламну єдність і солідарність перед агресором. Bu saatga hazır olgan soňky malumatymyz edene betiki zaman ýaýnasa 9-da kaçırmanız, atyrly olunuz.